2021 жылы 16 шілдеде мен Пушкин кітапханасы, қазіргі Фараб кітапханасы, сол кітапханаға бұйрық алдым басшы болып. Сол кезден бастап, енді алдымызда ең үлкен міндет Шымкент қаласынан осы Түркістан қаласына көшіп келу. Ал енді бұл жаққа келгеннен кейін Шымкенттен келген 10 қызметкер және толыққанды Түркістан қаласынан жинақталған кадрлармен жұмыс істеуге тура келді. Басшылық қызметтегі менің ең алғашқы тәжірибем. Тіпті кітапханаға мүлдем жұмыс істемеген қыздар келе бастады. Мамандығы педагог. Басында үйренісу өте қатты қиын болды. Енді менің алдымдағылар да айтқан шығар, көрме жасау барсын. Ешқайсымыз былайша айтқан кезде 90% кітапханасын бітірмегенбіз. Педагогика саласы бойынша бітіріп келгенбіз. Бізге кітап көрмесін қалай жасау керек деген үлкен сұрақ болатын. Бір күні Жанат Сәдібекқызы барлығымызды жинап алады. Сөйтеді де бізге айтады, кітап көрмесін жасаңдар дейді. Бәріміз бір-бірімізге қараймыз, енді білмейміз ғой кітап көрмесін қалай жасауымыз керек. Сол бір нәрсе өте қатты есімде қалып кеткен. Дайындалыңдар, мен сендерден ертең сұрайым. Кітап көрмесін жасап таныстыратын боласыңдар дейді. Ең ыстық сәт менде 2021 жылы Фараб кітапханасына 9 тамыз күні жұмыс сұрап келген болатынмын. Жанат Сәдібекқызының алдына кірдім. Ол кезде мен кіші қызметкерге қабылдау бойынша сұрадым. Ол кісі менен жассың ғой, сенде диплом бар ма деп сұрады. Мен сенде тем более қызыл диплом болатын болса, неге сен мамандығың бойынша жұмыс істемейсің деп маған қолдау білдіріп, кітапханашы қызметіне қабылдаған болатын. Кітапханада Сабырбек Олжабай ағамыздың шарасы өтпек, шығармашылық кеш ұйымдастыратын кезең еді. Біз шығармашылық топпен бірлесіп ол кісі туралы зерттеп көрмесін жинақтадық. Бүкіл марапаттарын, кітаптарын барлығын көрмеге қойып, фотосуреттерінен галерея жасап болып, қонақтарды күтіп алдық. Шығармашылық кеші өте керемет өтті. Біз әрқайсымыз өзіміздің кабинетімізде отырған кезде бір уақытта көрмені кім жасады деген дауыс келді. Содан барлығымыз қайтадан бір жерге жиналып, көрмеде не қате шықты, қай жер дұрыс болмады деп, сен бар, мен бар деп, бір-бірімізбен бір-бірімізді итеріп отырып, ал енді мен барайын, мен жауаптымын ғой деп барсам, осы көрмелеріңе 5 қоям деп кеткен кезде болды. Сөйтіп қыздар кеп сұрады, не болды, не деп жатыр дейді. Көрмеге 5 қойды десек, барлығы сол кезде біздің жұмысымыздың нәтижесі жақсы екенін көріп, қыздар да қуанып қалды. Бір семинар болатын болды бір ауданда. Ең қызықты, ең жаңа бөлім болып, бір жылаған сәттеріміз болған болатын. Ол кез сол ауданға барлық ынта-шынтамызды салып дайындалдық. Дайындығы өте жоғары болды негізінде. Соның ішінде біз кешігіп қалып, сол жерде бастықтан үлкен ұрыс естіп, сол ауданға барып тұрған жерімізден, ауданға кіріп тұрған жерімізден бізді жолдан тастап кеткен күндері болған болатын. Біз сол кезде жылап қайтып келе жатып, тағы да қасымда қыздарым бар бөлімдегі. Сол қыздармен бірге біз балықтың ордасы ғой енді ол жер. Сол балыққа барып, балық жеп отырып, еске алып, күлген кездеріміз де болған еді. Енді ең қиын сәттер болды 2022-2023 жылдары. Кітапхананы сенімгерлік басқаруға беріледі деген қаулы да шығып қойды облыс әкімдігінен. Біз үшін кәдімгі күтпеген жағдай болды. Себебі кітапхана үшін ол кезде бір ғана қабат беріледі деді. Қалған жердің барлығы ақылы қызмет көрсету үшін арнайы бір бизнес орталық сияқты сондай бір дүниеге айналады деді. Барлық нәрсе қаржыға тірелген жоқ. Тіреліп қалған заман емес, руханият бар деген сияқты. Аллаға шүкір, кітапханалық одақ араласты, өзіміздің салалық кәсіподақ араласты. Сол кісілердің тікелей араласуымен бұл ақылға қонымсыз шешім тоқтады. Толыққанды ғимаратқа ие болдық. Енді біз толыққанды ғимаратқа ие болып, өзімізді кітапхананың бір жақсы жұмыстарын көрсете бастағанымыз сол 23-тен басталды деп айтсам болады. Жылжымалы пункттер ашу, базардан кітапхана ашу, ашық әкімдіктен кітапхана ашу деген сияқты нәрселермен бастадық. Күн түн демей осында жүрдік. Бір ұжым
бір механизмге айналды. 2022 жылы бізде қызуғанды көрме болып жатады кешкісін. Содан мен екінші қабаттан келе жатам, өзім ол кезде жүктімін. Баспалдақтан түсіп келе жатсам, білмеймін, қолым тайып кетіп, содан мен құлап қалуға залдаймын ғой. Ал бірінші қабатта басшылық апайлардың бәрі тұр. Сөйтіп бір Жанат Сәдібекқызын қатты бір қорқытып алғаным бар. Жанат апайдың түрінен өзім қорқып кеткен, өйткені әр қызметкерін бізде басшылық сондай бір қамқорлықпен қарайды ғой. Қыз баласы, қызметкеріміз, кітапханашы. Бір күні астында отырсам, бірінші этажда, яғни кіреберіс жерде. Уже обедтің уақыты бітіп қалған. Келіп тұр, үсті басы су. Иә, қайдан келатсың? Неге жұмыс орнында жоқ десем, банядан келатырмын дейді. Сонымен ана жерде енді күле алмайсың ғой. Сөйлеп, үстінен акт толтырған кездеріміз көп болды ол кісінің. Басқа айта алмаймын ары қарай шешіммен. Ал сонымен түнмен ұйқы жоқ, қалай жасаймыз? Одан кейін Жанат Сәдібекқызы шығып кеткеннен кейін де бір-бірімізбен ақылдасып жатырмыз. Сол кітап көрмесін қалай жасаймыз? Ол қалай тұрады? Оны қалай таныстырамыз деген сияқты сондай бір түрлі сұрақтар болды бір-бірімізбен. Түнмен ұйқы жоқ, ертесіне азан болды. Келдік жұмысымызға. Сонымен Жанат Сәдібекқызы келді. Оқу залында әлі есімде. Барлығымыз отырмыз. Сонымен Жанат Сәдібекқызы айтады: "Кәне қайсың кітап көрмесін жасайсыңдар?" Сонымен мен өзімше білетін адам құсап, соны шықтым, мен жасап көрейін деп. Алғаш кітапты, тіпті біз кітаптың қалай қойылу керек екенін де білмейміз. Сол нөлден бастап үйрендік қой, кітаптың қалай қойылу керек екенін білмейміз. Қойдық, одан кейін оны таныстыр дейді ғой. Мен деген оны алып аламда сол жаңағы шығарманың, автордың өмірбаянын айтып отырам. Сөйтсем, кітап көрмесі де олай жасалмайды екен, кітап көрмесі де олай таныстырылмайды екен, оны кейін үйрендік. Ең алғашқы осындай бір бізде қызық болған, есте қаларлық. Кітапханадағы алғаш 2021 жылы кәсіби бағытта іс-шара өткен, кітапханашыларға күзгі бал байқау. Яғни кітапханашылар сол жерде іс-шараны алдын ала дайындалып, керемет сценарийлар барлығы керемет болып уже болып жатқан кезде біздің жүргізушіміз Жандос деген жігіт болатын. Сол жігіт бір апаймен сол жерде сәл конфликт болып қалды, микрофон тастап, болды мен жұмыстан шығамын деп микрофон тастаған кетіп қалған болатын. Ең қызықты оқиғалардың бірі сол. Себебі ары қарай іс-шараны ол жерде LED экранды қосып отыратын Бауыржан деген жігіт болған, Пернекүл апайымыз болған. Сол кісілер өйтіп шашауын шығармай, шараны өте керемет аяқтаған кез болатын. Ол жерде енді Жандостың микрофон тастап кеткені ол өте үлкен оқиғалардың бірі кітапханадағы. Күндердің күнінде 2022 жылдың қаңтар айында қаңтар оқиғасы басталып кеткен болатын. Сол кезде бізге жоғарыдан тапсырма келді. Жаңа ғимарат болғаннан кейін біздің ішіміздегі құжаттардың, жиһаздардың, тіпті техникалық базамыздың бәрі жаңадан болатын. Сондықтан біз олардың бәрін подвалға жинау керек болды. Егер де бізге де келіп қалатындай жағдай болса, мына заттар барлығы жарамсыз болып қалуы мүмкін. Сондықтан бірлесіп бір ауызбіршілікпен жинап қояйық деген болатын. Содан барлық қызметкерлер барлық заттарды жинап подвалға сүре бастадық. Тіпті кітаптарға дейін, компьютерге дейін, жиһаздарға дейін подвалға жинап, осы жерден үйімізге қарай қайттық. Сонда қайтып бара жатқан кезінде кітапханамызды уайымдап, сондай келеңсіз оқиға бізден орын алмаса екен деп жанашырлықпен қайтқан едік. Бірақ Құдайға шүкір ондай келеңсіз оқиға болған жоқ. Сондай қиыншылықтарды бастан өткізгеннен кейін бұл кітапхананың әрбір бұрышы, әрбір жері мен үшін қымбат. Барлығына мен өзім жанашырлықпен қараймын. Кітапханамды тек қана жақсы жағынан көргім келеді. Мәдениеттен туризмге қосылған кезде біз қызметкерлер 3 ай айлық алмай қалған кез болды. Сол кезде қызметкерлер қиналса да сыртынан білдіртпей, күліп, жаңағыдегі бізге қиналғанын көрсетпей, но бірақ біліп отырды, бастық та біліп отырды, біз де біліп отырмыз. Бірақ 3-ші айда айлық алған кезде
қуаныштарында кәдімгідей ше күлкіні айта алмаймын. Иә, сондай кездерде болды. Ақылдыммен, мен ақылдымын деген байқау бар, балалар байқауы. О балаларға арналып жасалу керек ол көрме. Көрмені жасап, таң ертең жаңағы шара басталады деген соң, жарты сағат ерте келіп, Жанат Сәдуақасовнамен бүкіл көрмені аралап жүрдік. Сол кезде бір инсталляциялық көрмеміз саяхатқа туралы глобус жасау керек болды. Шардан глобус жасаған қыздар кешке таман. Ол шардың желі шығып, домалақ жер шарымыз сопақ болып орналасқан. Содан Жанат Сәдуақасовна, немене жерлерің сопақ болып кеткен ба деп айтып тұрған кезде, мен қазір түзулеп қоямын деп жан-жағын қысып қалсам, жаңағы сопақ шарымыз да бүрісіп жарылып, бір уыс картамыз бір уысқа айналып қалды. Сол шара басталатын 5-10 минуттың ішінде біз қайтадан сол глобусты жасап шығып, шара өте жоғары деңгейде өтті. Ендігәрі шардан инсталляциялық көрме жасамаңдар деген сондай бір тапсырма алдық. Фараб кітапханасы мен үшін өмірімдегі ең бір ғажайып мекен. Өзім өте қатты жақсы көремін. Мен мамандығымды жақсы көремін. Ұжымымды жақсы көремін. Менімен бірге 5 жылдан бері қызмет атқарып келе жатқан, кейінгі жылдар қосылған әріптестеріме 5 жылдық мереке құтты болсын деймін. 5 жылда жеткен жетістік бұл бір ғана басшының қолынан келмейді. Бұл кәдімгі бір механизм сияқты жұмыс істей алатын, бір-бірінің жанын түсінетін, бір-бірінің жүрегін сезетін, руханиятқа деген жүрегінде бір керемет сезімі бар адамдар ғана осындай ұжым қалыптастыра алады деп ойлаймын. Бар айтарым сол, мен Фарабты жақсы көремін, мен ұжымымды жақсы көремін. Барлық жігіттерім, қыздарым бар, өзімнің әпкелерім бар, сіңлілерім бар. Сол кісілердің барлығына сәттілік, мың алғыс барлық.